Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бұл мәселе фикхта үзір мәселесі болып аталады, үзір мәселесі. Негізі бұл мәселе өте күрделі. Көп бауырлар бұл мәселені дұрыс түсінбей, көп қателіктер жасап жатады. Өте маңызды мәселе, үзір мәселесі. Үзір мәселесінде үш этап бар. Кезең дейміз. Үш кезеңнен өтеді. Бірінші, үзірдің бекітілуі. Екінші кезең, үзірдің жалғасуы. Үшінші кезең, үзірдің тоқталуы. Бірінші, үзір бекітілу үшін белгілі шарттар бар. Сол сияқты үзірдің жалғасуы үшін, үзірдің бітуі үшін де өзінің шарттары бар. Үзір бекітілу үшін адам үзірлі деп есептелу үшін мынандай шарт бар. Бір намаз бойы адам дәрет алып намаз оқи алмайтын бір жағдайда болу керек. Яғни үзірінен себеп адам дәрет алып намаз оқи алмайды. Неше уақыт алады? Айталық, ол дәрет алып намаз оқу бір 10 минут деп айтайық, немесе 5 минут. Соншалықты адамның үзірі бар, яғни жаңағы асқазан ауруынан себеп желдің тоқтамай келуінен, болмаса денедегі бір жарадан, қаннан тоқтамай келуінен, мысалы, көбінесе жара болып жатады. Өте көп кең тараған үзірдің бір түрі, қанның ағуы жарадан. Сол сияқты асқазаннан да болуы мүмкін. Адам не істей алмайды, жаңағы дәрет алып, тіпті таң намазы болсын, таң намазы 2 рекат парызында оқи алатындай бір айталық уақыты жоқ. Бірден дәреті бұзылып кете береді. Егер бұл айтылған үзір бастапқы кезде бір намаз бойы жалғасатын болса, онда үзірі бекітіледі. Үзірлі болды деп есептеледі. Сосын екінші кезең, үзірдің жалғасуы. Ол келесі кезеңде бір намаз уақытында бір рет қана оның ортаға шығып көрінуі жеткілікті екен үзірдің жалғасуы үшін. Сол себептен үзірлі адам үзірлі болып бекітілгеннен кейін намаз уақыты кіреді, дәрет алады. Сол дәретпен сол намаз аралығында бір намаз, яғни бір намаз уақыт аралығында қалағанша нәпіл намаз оқиды, сол уақыт намазында оқи алады. Ал енді басқа намазға азан шақырылды ма, уақыт кірді ма, онда оның намазы бұзылды деп есептеледі. Қайтадан бір намаз алып, жаңа бір намаз алады. Сөйтіп намазға тұрады. Бірақ үзірлі адам имамдық қыла алмайды. Өз сияқты үзірлі бауырлар жиналса, 2-3 бауыр, 3-4 бауыр дәл өз сияқты үзірлі болып жүрген, оларға имамдық қыла алады, бірақ үзірлі болмаған адамдарға имамдық қыла алмайды. Бұл жерде оның намазы сахих болады, бірақ артында тұрған жамағаттың намазы сахих болмайды. Сол үшін бұнда ескеру керек, үзірлі адам еш уақытта имамдыққа шықпасын. Ал енді үзірлі болудан шығу үшін үшінші кезең бұл. Ол бір намаз бойы толық жаңағы үзірдің тоқтап тұруы екен. Сол кезде үзірлі болудан шығады. Енді бұл мәселеге қатысты мысалмен түсіндірейін. Қараңыздар. Айталық, 5 намазының уақыты кірмей тұрып, адам үзірленді. Бір жара пайда болды, қан шығып жатыр. Сосын 5 намазы уақыты кірді. Адам не істейді? Ол үзірін тоқтауын күту керек. Өйткені үзірлі болып саналу үшін бір намаз бойы жалғасу керек еді. 5 намазын шығуына аз қалған кезде, 20 минут, 15 минут, егер ол үзір тоқтамай жатса, онда дәрет алып, мәжбүр намаз оқып болады. Сосын екінші намазы кірген кезде, міне бітті, үзірлі болып есептеледі. Неге? Өйткені толық бір намаз бойы адам үзірінен себеп не істей алмаған еді, дұрыс намаз оқи алмаған еді. Яғни үзірі бір намаз бойы жалғасты. Үзір болып бекітіледі. Келесі екінші намазына азан шақырылған кезінде, яғни азан шақыру шарт емес, екінші намазының уақытының кіруі ол жерде шарт. Негізі дәреті бұзылды деп есептеледі, қайтадан дәрет алады. Сол дәретпен
сол екінті намазы, ақшам намазынан кейін қалаған ғибадаттарды орындай алады. Екінті намазын парызын оқиды, тіпті екінтінің алдында сүннетін оқи алады. Екінтіден кейін нәпіл намаз оқылмайды, бірақ айталық қаза намаздарды оқи алады. Сол сияқты Құран оқи алады. Үзірлі болғаннан кейін, одан кейін Құран оқи алады. Егер мысалы Меккеде болса, Қағбаны тауаф қыла алады. Неге? Өйткені үзірлі болып бекітілді, болды. Одан кейін қалаған намаздарды оқиды, әльхамдулилля. Бірақ ақша намазы уақыты кірді, қайтадан дәреті бұзылды деп есептеледі. Әрине, сол бір намаз уақыт аралығында егер басқа себептерден дәрет бұзушы амалдар болып жатса, мысалы жел шығып кетсе, я болмаса кіші дәрет барып сындырса, үлкен дәретке барса, мысалы дейік, онда әрине оның басқа себептерден дәрет бұзылған болады, дәрет қайтадан алады. Ол жерде адам мүлдем дәрет алмайды деген сөз емес. Бұны да ескеріп жүріңіздер. Сосын айталық, ақшам намазынан кейін адам құптан намазының аралығында сол жаңағы айтылған уақыт аралықтарында бір рет көрінуі, екі үзірлі болып бекітілгеннен кейін, екінті намазы мен ақшам намазының арасында дейік, бір рет үзірдің көрінуі жеткілікті, үзірлі болып саналу үшін. Ақшам намазы мен құптан намазының арасында бір рет көрінуі жеткілікті екен. Болды. Жарадан қан бір рет одан кейін шықса, қан ағып, ол үзірлі болып есептеле береді, мысалы. Ал енді үзірлі болып үзірдің тоқталу үшін бір намаз бойы ол тоқтап тұру керек екен. Айталық, адам ақшам намазы мен құптан намазында егер жаңағы жарадан қан толығымен тоқтап ақпаған болса, онда үзірлі болудан шығады. Құптан намазын кәдімгідей үзірсіз адам болып есебінен намаз оқиды. Мысалы, ақшам мен құптан намазының арасында толығымен тоқтап, оның бәрін қарап жүру керек адам. Ешқандай қанын белгісі жоқ көрінбеді. Құптан намазы кіргеннен кейін, мысалы айтайық, 15 минут адам дәрет алып намаз оқи алар еді. Бірақ қайтадан жарадан қан шықты. Онда ол мен үзірлімін деп есептемесін, өйткені ақшам мен құптан арасында қан толығымен тоқтаған еді, үзірлі болуын шықты. Құптан намазы уақыты кіргеннен кейін, айталық 20-30 минуттан кейін қайтадан қан шықты. Қайтадан қан ағып бастады. Ол әлі үзірлі емес. Неге? Өйткені оның үзірі ақша мен құптан арасы тоқтап біткен еді, үзірлі болудан шықты. Құптан намазы кіргеннен кейін қайттан бастады. Онда оның үзірлі болып екінші рет бекітілу үшін қайтадан бір намаз бойы күту керек, ол қанның ағып тұру үшін. Ол да негізі құптан намазы басынан аққан емес, 20 жарты сағат бұрын аққаннан себеп таң намазына дейін ол адам күтеді. Таң намазынан дейін тоқтамаса, ол үзірмен адам намазын дәрет алып намаз оқиды. Және де таң намазының уақыты кіргеннен кейін, егер ол таң намазы шыққанша дейін ол үзір жалғаса беретін болса, ол қан ағып жалғаса беретін болса, онда оққан құптан намазы сахих болып есептеледі. Не? Өйткені таң намазы толығымен қан аққан болады, демек бұрынғы халы да үзірлі халы болып ортаға шығады. Яғни құптан намазын өткені ол басынан бастаған жоқ, оның қан ағуы қашан басталды? 20-30 минуттан кейін басталды. Яғни оның үзірі бір толық намаз бойы жалғасқан жоқ. Сол үшін ол таң намазы уақыты кіргенше дейін егер тоқтамай аққан өзінде әлі үзірлі болып есептемейді. Неге? Өйткені біз ең баста айтып кеттік, үзірлі болу үшін бір намаз бойы тоқтамай ағуы шарт. Ал ол 20-30 минуттан кейін бастаған. Сол үшін бұл жағдайда оның таң намазын уақыты бойы аққанын күтеміз. Егер толығымен аққан болса, демек үзірлі болып бекітілді дейміз. Ал егер ақпаған болса, таң намазының уақыты кіріп ортасында тоқтаған болса, онда оққан құптан намазы сахих емес, үзірлі емес екендігі ортаға шығады. Оны қазасын өтейді. Таң намазын адам сияқты үзірсіз халінде оқиды. Өте күрделі мәселе, қарап отырсаңыз. Шатысуы мүмкін. Бірақ бұл жерлерді жақсылап тұрып түсініп алу керек. Бұл үзір мәселесі өте күрделі. Оны мен бас жақта ескертіп кеттім. Кей бауырлар мен үзірлімін деп намаз оқиды, бірақ шын мәнінде ол үзірлі болмауы мүмкін.
Я болмаса тағы да себептерге, мысалға ең соңғы айтылған мәселеде көп мысалы бауырлар мен үзірлімін деп намазын оқып кете береді, ал шын мәнінде ол құптаның басынан басталмағаннан кейін 20-30 минуттан кейін басталғаннан кейін ол үзірлі болып бекітілмеген. Оның үзірлі болып бекітілу үшін таң намазын толық ағуы керек еді, ал таң намазының ортасында ол тоқтап қалды. Демек оқыған құптан намазы сахих емес, оның қазасын өтеу керек еді, ол білген жоқ, сөйлеп жүре берді. Ертең алла тағаланың алдында сол құптан намазы үшін сұралады. Мысалға осындай бір нәзік жерлер бар. Алла тағала баршамызға жәрдем етсін.